Қарындаш бізге не үйретеді? Біріншіден, сенің керемет нәрселер жасауың мүмкін, бірақ сені басқарып отырған қолдың, яғни құдіреттің бар екенін ұмытпа, оған сене біл. Қарындашты қажет кезінде ұштап отыруыңа тура келеді. Ұштағаның қарындаштың жанына батса да, оның жақсы жазуына себеп болады. Қиындықтардың сені қайсар ете түсетінін жадыңнан шығарма. Қарындаш әлденені қате жазып алса, түзететін өшіргіші дайын тұрады. Сен де қатеңді дер кезінде түзетуден ұялма. Бұл тура жолдан таймауыңа көмектеседі. Қарындаштың ең маңызды бөлігі сыртындағы ағаш емес, ішіндегі өзегі. Сондықтан әрдайым ішкі дүниеңде не болып жатқанына үңілгенің жөн. Бізге берер соңғы сабағы соңынан із қалдыру. Әрекетіңнің артында қалатын ізге айналатын ұғынып, әр қадамыңды абайлап басуды үйрен.